Ай, немене көрмегелі талай заман болды ғой. Мен әбден мезі қылған жандай неге қашқалақтайсың, қойшы әрі тіпті. Мінезі ауыр деген сайын қайтеді деп, Сәнімгүл әңгімеге қаны қалмай, қаны қайнауға шақтыр. Оның мылжыңына құлақ құршын қандырып рахаттана тыңдайтын дегбір қайда. Бағила қарлығыңқы қоңыр даусымен өз отбасының жағдайынан қысқаша ғана тоқталып өтті. Үш баласының үшеуі де қаланың әр жерінде бөлек-бөлек күн кешуде. Біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей заман ағымына ілескен қалыптар бар. Үйде шалың екеуің ғана екенсіңдер ғой, әй рахат сендердікі екен ғой деп, Сәнімгүл осынау шағын мағлұматтан терең мағына тауып ала қойды. Ой, Сәнімгүл, сенде айтады екенсің, әңгіме сол шалда болып тұр емес пе? Шалда дейді, пенсияға шығып алғасын жатқан шығар, шәл жиып аспанға шырт-шырт түкіріп қойып, сырқаттанып больницаға да жатып шықты. Соның көңіл күйіне қарап жағдайын жасап әжептеуір сырқаттанып қалғаны. Сәнімгүлдің санаулы сыйлас адамдарының бірі осы Бағиланың жұбайы Ожарбек. Тіпті ескі құрбысы мына Бағилаға қарағанда сол кісімен сөзі жарасып, әзілі астасып жатушы еді. Сырқаттың жайын тәптіштей сұрап алды да, ай, саған еркелеген шығар, уайым болып тұрғаның сол ма сонда деді. Екі әйелдің басы қосылса бұзау емізетін ақ жағдай, бірақ құрбысының құлықсыздау түрін көріп, Сәнімгүл бұдан әрі жібіт үзу әңгіменің шықпайтынын шамалай бастады. Ентігін басып, көрші құрбысынан басына бостандығын қайырып алғаннан кейін Бағила тыңайып қалғандай орнынан алып қозғала берді. Есіктің тықырын білдірмей өзгіртімен ашқаны, қоңырау безілдетіп, үйдегі ауру кісіні қорқытып алмау, қолындағы заттарын қойып, қысқа пальтосында шешіп үлгерген. Төргі бөлмеде еміс-еміс жеткен үнді осыдан кейін барып бірақ естіді. Көздерімен кіре берісте тінте шолып өткенімен үйге кірген бөгде адамның белгісі байқалмайды. Сонда бұл Ожарбек кіммен сөйлесіп жатыр? Жатқаным сол. Иә, әрине, жоқ, қашып жүргенім жоқ. Процедураға уақытында бармаса болмайды ғой. Кездесеміз деймін, сәл шыдасаңшы. Иә, түсінем ғой. Құлағына жеткен осынау үзік-үзік сөздердің барын біріктіріп, мағынасына көз жүгірту керектігін Бағиланың қаперіне де келген жоқ. Есіктен қараса, күйеуі терезе алдында далаға қарап сөйлесіп тұр. Телефон трубкасын құлағына жапсырып, талтайыңқырап тұрған түрі өзі күнде көріп жүрген Ожарбектен басқаша. Тіфә деп Бағила оның осы қалпына қуанып кетіп, сақайып қалған сияқты. Енді ұзамай жазылып та кетер. Әне күннен бергі ем-домның шипасы тигені ғой. Сөйтті де асүйге қарай бұрылып күнделікті күйбең-тірлікке кірісіп кетті. Сәлден кейін қайтып келіп қараса, күйеуі көптен мекен етіп алған меншікті қоңыр диванына қайта қисайған екен. Ойбай-ау, неғып жата қалдың? Жаңа ғана саңқылдай сөйлеп, кеңкілдей күлгенің жақсы еді. Дәуде болса, ана әлекең шығар сен орныңнан жұлып алған. Иә, сол білесің ғой оны. Еріксіз күлдіреді, қалай тұрып кеткенімді өзім де байқамаппын, деді Ожарбек, жеңді білегімен шекесін жауып. Бағиланың күйеу жастайынан салмақты, әрбір сөзін екшеп сөйлейтін, үсті басы қашанда мұнтаздай бір кірпиер жан. Жүрген ортасында жарқырап көзге түспесе де, көрген адамына бір сыдырғы, зәуір әсер қалдырады. Бір көргенде зиялы, сыпайы, тіпті ғұлама жан секілді болып танылатын да бар. Алайда көп уақыт бойы араласып, қарым-қатынас жасай келе, бұл кісінің сол мөлшерлі шектен әрі шықпайтын бір келкі қоңырқай тірліктің ғана адам екенін көзіңіз жетеді. Тапсырылған шаруасына тындырымды болғанымен өз тарапынан сөйте қояйық деп ынта көрсететін кезі сирек, бәлкім жоқ та болуы. Өзінің жұмыстағы қызметін осындай қалыпта тиянақты атқара жүріп, бір күні аяқ астын лып етіп зейнеткерлікке шықты да кетті. Бұл Ожарбек өмірінің келесі асуынан асыпты, қолы босапты. Енді аспанға шырт-шырт түкіріп шалқасынан жатқан шығар, барып көңілін көтере қояйықшы деп жатқан адам сирек. Анда-санда телефон соғып, өзінше тексеріс жасап қоятын құрдасы әлекең ғана. Зейнеткерлікке шығу өзіне ауыр соғып кетті ме, созбалақтап ауырып жүр. Бір күні ұзынынан бірақ түсті. Содан бері Бағиланың да күйбеңі көбейіп, уайымы молайған. Соңғы күндері байқағаны осы Ожарбектің телефонымен сөйлескіш болып алғандығы. Бұның сөзіне құлақ тұрып мән беріп жатқан Бағила жоқ. Тек анда-санда сөз арасынан «Я сөйтейік, жолығайық, бүгін емес ертең» сияқты сөздерді тергістеп қалатыны бар. Оған назар аударатыны әлгіндей әдепті әрі нақты әңгімелер Ожарбектің сөз сөйлеу мәнеріне сай келе бермейді. Бір-екі мәрте сенің осы телефонмен сөйлесе беретінің кім деп сұрақ қойғаны береді, естіген жауап тиянағы жоқ, буалдырлау болып шықты. Мұндайда күмәнді нәрсені керегінше індетіп, көз алдындағы тұманын
айықтырғанша тыным таппайтын беймаза ерің Бағила емес, көмейіне сығалап келіп тұрып алған, жіңішке күдікті сыртына шығармастан сүлесоқтау жүріп жатқан. Бір күні түс әлетінде көзі ілініп кеткен екен, сырт ете қалған сыртқы есіктің дыбысынан оянды. Баспалап қарап бөлмесіне бас сұқса, Ожарбектің орны ойсырап жатыр. Үш бөлмелі үйді адақтап шығу қаншалықты бір қиын шаруа дейсің. Ауыр денесін асығыстау қозғап, аула жаққа қарайтын терезеге ұмтылған. Ірі панельді үй болғанымен лифтінің гуілдеп жүріп тұрғаны естіліп жатады. 6-шы қабаттан төмен қарай телміріп, ұзақ күтіп тұрудың реті келген жоқ. Дөңгелек сусар бөлікті, етең жеңі қайып тігілген қоңыр тонды төбесінен төніп тұрбақ таныды. Асықпай басатын өзінің мәнері. Ақырын аяңдаған күйі көрші үйдің қабатында тұрған жеңіл ақ машинаға қарай беттеді. Оны айналып өтті де сол машинаның алдыңғы есігін аша берді. Жылы киінген зейнеткерді сылп еткізіп жұтып қойған ақ машина дыбысын да түтінін де шығармастан қайқайып алып жөнеле бергені. Бұл түсініксіз жүрістің мәнісін ашуға талпыныстың жасалғаны кешкісін ғана Бағиланың аузынан шығуға тиісті. Бағана қайда бардың, ана машина кімдікі, ауырып жүріп көшеге шығып кеткенің не, маған неғып айта салмадың деген сияқты тізілген сұрақтардың жұмбақ шешімі табан астында табыла қалды деп айтуға болмайды. Әйтеуір құйрығын ұстатпай бұлдыратқан бір әңгіме тек соңғы сұрақтың ғана мәнісіне өзінше қанағаттанған болды. Қай бір жетісіп жүр дейсің, байқұс әбден шаршады ғой, кішкене мызғып алсыншы, мазаламай-ақ өзім кете берейін дегенім ғой баяғы, деді Ожарбек. Дегенмен ерлі зайыпты екеуінің арасында бұрын соңды бола бермейтін бір құпиялау құбылыстың орын алғаны күмәнсіз еді. Мінезі ауыр Ожарбектен тиянақты жауап естудің қиын боп қалған өз алдына әлгі түсініксіз телефон қоңырауы үйдегі алаңсыз ахуалдың етегін желпітіп жібергендей. Ожарбектің орнын сипап қалудың бұл басы ғана екен. Бірер күннен кейін пәтердің есігін баппен ашып кірген Бағила жетімсіреп иесіз қалған бос диванды тағы көрді. Жанталасып ұялы телефонына қарай ұмтылды. Іле-шала дыңылдаған музыканың естілген жағы Ожарбектің бөлмесі. Әдетте жанынан тастамайтын байланыс құралын күйеуі бұл жолы столына қалдырып кетіпті. Есіктен ентіге кірген адамның бет пішініне әжептәуір байыппен барлай қарап, қозғалмастан біраз тұрып қалыпты. Әжім тұрлаған аққұбалау бетінің екі ұшы сәл-пәл қызарыңқырап тартқандай. Аяшым шыған болар деп ойлаған Бағила артық тіл қатпастан күйеуінің жылы тонын жұлмаламай бипаздай шешті. Бәтіңкесінің бауы еркін ағытсын деп ас үйден табуретканды алып берген. Жанаса беріп байқап қалды. Өзінен жеңіл хош иіс лекитін сияқты. Ана жолы балалар сыйға тартқан шетелдік әтірді пайдаланған екен ғой, деді тағы да Бағила. Бірақ ойларының ешқайсысын сыртқа шығармай ішінен ғана түйді. Қанша айтқанымен міндет емес пе? Қайда болдың деген сыңайдағы кезекті сұрақты сыналап қойған болып еді, тағы да көңіл тұшытар тиянақты жауап ести алсашы. Естімесе ештеңе етпес. Күйеуінің қайда болғанын қазбалап мазалай беретін адамың Бағила емес. Өзінің аурудан тұрғаны кеше ғана, оның үстіне жүрген тұрғанын тізбелеп, баян қылу қашаннан бері әдетінде болушы еді. Ожарбектің де жауапқа қандырып жатқаны шамалы. Тіпті жас кезінің өзінде әңгімеге жартып айызын қандыру жағына жоқ еді ғой. Апама жездем сай дегендей, екеуінің осындай қарым-қатынастарынан көлденең адам тосын өрескелдік таба алмас еді. Тек сөз десе, жанып түсетін, өсек десе өртеніп жазайтын Сәнімгүл болмаса. Бір күні шыр ете түскен телефонның тұтқасын көтерудің реті келіп қалды. Сол-ақ екен, оқып жатқан газетін тастай салып, Олжабекті оқыс қимылмен орнынан тұра берген. Бірақ әңгімені әйелі бастап қойғаннан соң дымы құрыған адамның кейпімен не түрегелген емес, не отырған емес, бір қызықты қалыпта ербиіңкіреп тұра берді. Сәл-пәл жыпылық қаққан қысықтау көздері Бағиланың жүзінде. Ар жағындағы Сәнімгүл екен. Қашанда қамшы салдырмайтын, жорғалығына басып сайрап ала жөнелсін. Алдымен өзі білетін адамдардың бәрін тізбелеп, барлы жоқты жаңалықты тездей қақтады. Тек әңгімесінің соңында ғана сөз арасығып, немене Ожарбекке машина жалдағансыңдар ма? Бір ақ Мерседеске мініп алып қайқайып бара жатады ғой. Айына қанша алатын ана шопырларың, деп тосын әңгіменің шетін шығара қойғаны. Тосын емес ау, Бағиланың көкейінде көптен түйткілге айналған, өзі үшін шетін мәселе. Өзінің өткендегі көргенін Сәнімгүлдің айтқанымен тоздықтап алып, Бағила сол күні кешкісін генеральный шабуылды бастап кеп жіберсін. Қаншама олай-бұлай бұлғақтағанымен Ожарбектің барар жері басар-тауы қалмаған сияқты. Сөзінің аяғын жұтып көмілжіп келіп, ақыр соңында «Иә, барамын» деп келіп бір тоқтады. Бильярдта танысқан жігіттер ғой.
машина жіберген соң бармау ұят деп тағы бір тыныш жасады. Сенің де қайбір жетіскен денсаулығың бар, мазасы кетпесін, ауырып қалмасын деп әдейі айтпай жүредім деп келіп, сөзінің соңын нанымды уәжбен түйіндеген сыңай танытты. Іштей толық қанағаттанбай қалғанымен әңгіменің әрі қарай індетіп, нақты жауап алудың ретін келтіре алмаған Бағиланың тергеуі осымен тамамдалды. Екеуі бұдан әрі көңілді алаңдататын ештеңе болмағандай сөз ауанын басқа тақырыпқа бұра берген. Сонан көп ұзамай-ақ өз көзімен көрді. Баяғы ақ автомобиль өткен жолғы орында тұр екен. Қиғаштай жүріп өте бере, елеусіздеу ғана көз қиығын салды. Машинадағы отырған адам жалғыз. Жанасалай келіп көз сала қарады да жаны түршігіп кетті. Рульдегі адам тап-тұйнақтай боп киініп алған жас әйел, кірпіктерін сирек қағып, алдына қараған күй бейжай отыр. Одан әрі жүз тоқтата үңілуге Бағиланың дәті бармады. Жүрегі құрғыр атқалақтап, кеуде тұсын тепкілеп барады. Көз алды ептеп тұманданып кеткен сияқты ма? Бір кезде қараса, жаңағы келген жағына қарай кері бұрылып алыпты. Оқшаулау жерде тұрып күтпекші. Сонан не керек, ұзақ зарықтырған жоқ. Подъезден өзіне мейлінше таныс дөңгелек бөрікті қоңыр тонды адам салмақпен басып шыға берді. Ол да баяғысынша жан-жағына көз салмастан, ауырлау қозғалса да аяқтарын нық басып, машинаның алдыңғы жағын айнала берді. Жас кептеліп үлгерген көздеріне жеңін апарып, күбіжектеп қайтадан қараймын дегенше, ақ машина лезде ғайып болды. Тіпті орында түтіннің иісі де қалған жоқ. Пәтерге кіргесін әдеттегісіндей сырт киіміне жармаспастан сылқ етіп орындыққа отыра кетті. Көргеніне көңілдің көктөнінен жеткізе алмай, байыпты бір нәрсені тиянақ ете алмай меңзең, ой дейтін ой шіркіннің өзі маңайынан құйып ерен болып безіп кеткендей. Сонда бұл не жұмбақ? Жолдастарының жіберіп жүрген шофері жаңағы жас әйел болғаны ма, әлде бүгін онысы ауырып қалып, жаңағы ұрғашын рульге отырғызып қоя берді ме екен? Жан-жақтан қамалаған қалың ойды қалай қуаласа да, сары масадай буып сейілер емес. Телефон тұтқасын көтеріп әлекеңді іздеді. Жоқ, ешқандай бильярдтан хабары жоқ болып шықты. Ана бір Ерғазы деген жолдасы карта болмаса бильярдтың ауылына қоңсы қона алмайтын кісі көрінеді. Одан кейін Ербол, Ниязбек, бильярдқа қатысы бар осы соңғысы ғана екен. Бірақ ақ машинаның жағдайын мүлдем естімеген. Қанша ұстамды болғанымен заты әйел емес пе? Күйеуі көзіне қалай көрінді, солай сілкілеуге кірісті. Шайпаулығы да, адуындылығы да өлшеусіз адамға қиын екен. Дәрменсіз әйелдің әлжуаздау азыңы деңгейінен асалған жоқ. Жігеріне де кеуріне де жетпегесін көрген күнің осы да, қауқары шыбын шаққандай ғана әсерсіз ұрыс. Дегенмен Ожарбектің бетпақтығы шамалы ғой. Көптеген еркектердей бір мойын дүлей де емес, әпербақандық дегеннен әу бастанада алғашында бет бақтырмай басын ала қашқан сияқты көрінгенімен, екеуі ара кикілжің сәл бәсеңсіп, пәтер ішін лезде ауыр үнсіздік меңдеп алды. Соның өзі ширыққан жүйкені одан әрі жұқартып, төзіміңе темір қарай бастағандай. Бір кезде өз бөлмесінен Ожарбек бабымен адымдап ас үйге оралды. Қайдан тапқаны белгісіз бір уыс шекілдеуікті алдына қойып, терезеге қарап шағып отырған Бағила селт еткен жоқ. Күйеуінің қасына келгенін, тынысы жиілеп, ентіге дем алғанын сезсе де мойын бұрмады. Өзі келді деген сөз шындығын айтуға қам жасады деген нышан ғой. Қандай жағдайда да ештеңені мойындамай, іштен тіреп жатып алатын бетпақтығы жоқ кісі. Амал не? Кешегі бүгінгі күдікті шындыққа айналуға шақ қалды. Рульдегі жас әйел мен Ожарбектің арасында жасырын қарым-қатынастың бары рас екен. Арамызда бәленде ештеңе жоқ, бірақ солай болды. Ренжімессің оған деген сияқты сүйей салды бұлыңғырау сөздермен ашу шындықтың беті ептеп ашыла бастады. Ары қарай әңгімені тереңдете түсудің қажеті шамалы сияқты. Өз ойымен өзі алысып, қасындағы адамнан оқшаулана берді. Иә, солай-ақ дейік. Зейнетке күйеу жаңағы келіншекпен мүмкін қыз шығар, көңіл қосыпты дейік, жарасып қалыпты дейік. Өмірде не болмай жатыр? Әлгі Мексика фильмдерінен көретін оқиғалар біздің елде емес, тек соларда ғана кезігетін сияқты көрінуші еді. Өз өмірімізді білмегендіктен сөйтіп аңғалдыққа жориды екенбіз-ау. Осындай қиынсыз ойлардың шет жағасын Бағила өзі де әлдегімдерден естіп қалып жүруші еді. Енді сондай жағдай мысықтабандай жылжып өз басына келеді-ау деген ой үш ұйықтаса түсіне кірмепті. Бірақ көңілінде көгендей тізілген жауапсыз жетім сұрақтар қайта-қайта жәутеңдейді. Сонда бұл не қылған ессіз ұрғашы? Соншалықты қызғанатындай Ожарбектің алып бара жатқан байлығы немесе ел танитын беделі жоқ. Жарайды, ғайыптан тайып екеуінің көңіл ептеп жарасып қалған екен дейік.
Сонда бұларға ортақ қандай сезім, қандай әңгіме болуы мүмкін? Ақ машина мініп жүргеніне қарағанда ол әйелінде жер тіреп отырған кембағалдар тұқымынан емес, ажарына кез келген еркегің үйіріліп түсері сөзсіз. Ендеше өзі бай, өзі сұлу келіншек мұның ырбиған жаман күйеуіне не тапты? Осынау ойлардың түкпіріне сол күні ғана емес, ертең де, онан кейінгі күндерде жете алған жоқ. Жеткісі келген сияқты болып еді, миы шаршап, өзінен өзі тозуға айналды. Мұндай жағдайда аттан сала ой байлап, айналасын жапырып жіберетін ашушаң адам болған жақсы ма деймін. Айналаға айтып күйеуінің бет пішінін айпарадай, абыройын айрандай қылатын, бірақ табиғатында жоқ. Ондай тегеурінді қуат енді ұлғайған шағында Бағилаға қайдан келсін? Өзінен өзі күбірлеп, тек іштен тынды, іштей мүжіліп, түнгі ұйқыдан қалды. Екеуі ұрысқан да жоқ, бет жыртысып, кекілжіңдеспеді де, бір-біріне кінә артысып, кінәліні де іздеуге құлықсыз сияқты. Үй ішіндегі жағдай дүрдараздыққа дейін ушықпағанымен, қолайсыздау бір нәумез ахуал өз билігін жүргізе бастаған. Қысқа ғана тіл қатысып, үнсіз шай ішілді. Әрқайсысы өзінше үхілеп ақылейді. Сәнімгүлдің жетіп келе қалғаны, сондай күндердің бірінде есікті жылқи ашқан бойы, қайда анау арсыз неме қартайғанда тарлан бос шығайын деген екен. Бұл не басыну ей бәлем, жұлып қолына берейін, кімді басына дей бұл? Ол есік ашқаннан төгіліп берген осындай ашулы сөздерді есту үшін қызармайтын қалқан құлақ керек шығар. Бейне бір тапталып жатқан Бағиланың емес, өзінің ары сияқты анадайдан аттандап, аузынан жалын шаша түтіндете кірді. Бетіне адам баласы дәл қазір тіктеп қарай алмайтындай, аяғында шешпестен 3 бөлмеге бір-бір бас сұғып шықты. Бір ой болғанда жоқ еді. Бағила болса оған үйге қабаған ит кіріп кеткенін көрген баладай әрі таңырқай, әрі ептеп сескене қарап қалыпты. Қашанғы арпылдай берсін. Бір кезде Сәнімгүлдің де даусы қарлығыңқырап, қабарып алған қатаң жүзіндегі ызғар сынғандай болды. Қап, деді ол қатты өкінген үнмен. Бағила ұсынған орындыққа жалп етіп отыра кетіп, әдейілеп келгенде үйде болмай қалғанын қарашы, әкесін танытатын едім. Бөріктігінің намысы бір деген, мына сұмдықты естіп шыдай алсамшы. Бағила, сенің момындығыңнан ғой осының бәрі айналып келгенде басынып алған ғой әбден. Мен болсам бар ғой көзіне көк шыбын үймелетіп айдап шығар едім. Айшайға қаратпас едім. Барсын, ана ақ машина мінген салдақысына кім екені білдің бе? Білсең телефонын берші маған. Ожарбегіне қосып ит қуайын. Сәнімгүлдің қолынан ұстап сабырға шақырды. Өзін емес, өзінен ары жәбірленген құрбысын аяп кеткен сыңайлы. Көкдолы әйелді сабасына түсірудің қамымен шай қойды. Екеуінің әңгемесі жуыр маңда таусыла қоятын емес, бірақ мына мәселеге байланысты кесіле алмайтынын, ұғыса алмайтын жерлерде бар екенін байқалып қалды. Тек байқалып қана қойған жоқ ау. Екеуінің көзқарасы үйлеспей, ойлары қайта-қайта екі жаққа қарай лағып, алып қаша берді. Ақыры тақымдап болмағасын Сәнімгүл Бағиланың ультиматумына келіскен сыңай танытты. Тұжырымдай келгенде ол ультиматумның түйіні мынау еді. Бірінші, Ожарбектің басын айналдырып жүрген ақ машиналы келіншекті дереу тауып алып, әкесін таныту керек. Екінші, Ожарбекті үйде қамап ұстау. Бүкіл жарық әлемнен байланысын үзу керек. Ұялып тұрмай ұялы телефонда жұлып алған жөн. Үшінші, оған көнбесе қолына қара чемодан ұстатып үйден қуып жіберу керек. Төртінші, осынау болған жайды айдай әлемде дабыра қылып жұрттың бәріне жаю керек. Бесінші, көнсін, көнбесін ажырасу кезінде сотқа арыз түсіру керек. Сәнімгүлдің аузынан шыққан сөздердің бәрі бірыңғай осындай керек, қажет сияқты бұйрық райлы етістіктермен түйінделді. Бағиланың үндемей ғана бас изей беруін келіскенде пайымдаудан басқа жору қиын. Бұрынғысындай көп үйде отырмайтын болды. Біресе бөлек тұратын балаларына, біресе құда жекжаттарына, енді бірде туыс достарына ат басын тіреп қыдырыстап кететінді шығарды. Осының бір есептен дұрыста сияқты, көңілдері ауыр ойлар серпіліп іштей сергіп қайтатындай. Бір күн автобустың терезесінен ығы-жығы қала көрінісіне тұнжырай қарап отырған, екпіндеп келе жатқан қоғамдық көліктің жүрісі сәлден соң тұсалған аттай кібіртіктей берді. Қаптаған машиналар тіпті жаяу адамдарды да жүргізер емес. Терезеден әлемді жаңғырта сызылған әлдеқайда созылыңқы ашығын естілді. Көшедегі көліктерді жүргізбей жатқан ағылған қалың халық. Жеке машиналарын айдалаға қалдырып жаяу шұбыруда. Бұнысы несі, тағы оппозиция ма, митинг жасап жатқан? Осылар-ақ шаршамайды екен деген ойдың басына келген сол еді. Автобустың әр тұсынан есікті аш, түсеміз, қарағым, мен шыққанша тоқтай тұршы деген сияқты жапырылған үндер жамырай шықты. Осынша халықтың бір мақсаттағы мына қимылына қарап аңырап қалған Бағила қасындағы біреуден неғып
Бұлардың бәрі митингші болып қалған деп сұрады. Әлде ештеңені байыбына бара алмай. Бүгін күн жұма ғой, жұрттың әлгі мешітке барып Құран оқитын күні, садақа береді деп жауап қатты қасындағы егделеу еркек. Аға, ол ғана емес деген сөзге жалт қараса жастау жігіт екен. Ең бастысы түсіп жатқан мына кісілердің барлығы намаз оқуға асығуда, бәрі Алладан медет тілеуге. Одан әрі сөзін аяқтамастан лықси сыртқа төгілген көпшіліктің қабатында жас жігіт те бірге кетті. Енді қараса автобустың іші лезде үңірейіп босап қалған екен. Мешіт аялдамасынан түсіп қалған соңғы жолаушының өзі екенін аңғарды. Оны көпшілік жамағат ілестіріп жетектей жөнелген. Қой, мен де барайын мешітке. Күйеуім үшін Алладан кешірім сұрайын, бәлкім күнәсін азайтар деген тосын ой. Қалың жұртшылықпен мешіттің дарбазасына нене бергенде, әлгі күйеу осында келіп некелерін қиғызса ғой, осынау Ожарбекке неге айтпай жүрмін деген тағы бір тың ойдың көлденеңдей оралғаны. Қол сөмкесін тауып алған, орамалын басына салды да бағила бір Алладан медет тілеген қалың жамағаттың арасына тамшыдай сіңіп тұтасып кете барды.